Қазіргі кезде өсімдік майларының ағзамызға өте қауіпті екенін және онда зиянды қоспалар бар екені туралы қаншама айтылып жатыр. Ал енді біз үй жағдайында тамақты әзірлеу үшін қандай табиғи, пайдалы май дайындап алсақ болады? Сол туралы мен сіздерге бүгін түсіндіріп өтпекпін. Сәлем оқырмандарым. Үйіңізде табиғи осындай пайдалы май дайындауды үйренгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Ал енді осы майды дайындау үшін бізге жылқының іш майы қажет. Менде 5-6 килограмм жылқының іш майы бар. Оны мен жақсылап жуып, ішінде бездері болса алып тастап, жаман нәрселері болса алып тастап, майдалап турап алдым. Сөйтіп ет тартқыштан әдемілеп өткізіп жатырмын. Барлығын ет тартқыштан өткізіп болған соң қазанға салып, газға қоямыз, отқа қоямыз. Неке бәрін жақсылап өткізіп жатырмын. Бұл май тамағыңыздың өте дәмді болуына көмегі зор және тамағыңыз тоңып қалмайды. Сиырдың немесе басқа малдардың іш майлары тоңып қалады, ал бұл жылқыныкі тоңбай тұрады екен. Бәрін ет тартқыштан тартып болған соң қазанымызға салып, газдың астын қосып қайнатамыз. Өзі өстіп сұйығы бөлініп, жақсылап қайнайды. 1 сағат, 2 сағат өздеріңіз шамасын көресіздер. Мына ет тартқыштан тартқан себебім көп қалдық қалмасын дедім да. Мінекей түбін қозғап тұрамыз, өйткені түбіне батады екен да қалдықтары. Сөйтіп дәмі жақсы болу үшін, иісі кету үшін кішкене пияздан салып жібереміз. Ол сол 1-2 сағат қайнап дайын болған кезінде мына пиязды қарайып күйеді. Бұл майды өздеріңіз үйде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Құрметті оқырмандарым, менің басқа да видеоларымды көріңіздер. Каналыма өтіп, онда көптеген сіздерге пайдалы ақпараттар табасыздар деп ойлаймын. Ал енді мына майымыз қайнап болып қалды. Әбден қайнап болғанда өстіп остаткілері астына батады, қалдықтары. Және оны біз сүзіп бір ыдысқа құйып аламыз. Кез келген осындай ыдысқа құйып аламыз. Банкі болсын, басқа да ыдыстар болсын. Мен осындай үлкен ыдысқа құйып алдым. Неке қалдықтарын тастаймыз. Неке менде осындай түсі керемет әдемі, иісі де керемет әдемі май шықты. Осы 5-6 килограммнан 4 литрдай май шықты. Мен негізі алдыңғы видеоларымның біреуінде сіздерге осындай жылқының майын қалай дайындау керек екені туралы видео түсірем деп уәде берген едім. Енді уәдемде тұрдым. Ал енді сіздер комментарий жазып, видеоны жан-жаққа бөлісіп отырыңыздар. Халыққа пайдалы ақпарат болсын. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.